Сәлем достар, бүгін біз BIOS-қа қойылған парольді ұмытып қалған жағдайда не істейміз? Сол проблеманы шешетін боламыз. BIOS-тың паролін сіз өзіңіз қойған болуыңыз мүмкін, немесе компьютер сатып алған кезде сізге поставщик адамдар қойып беруі мүмкін. Ол парольді сіз білмеуіңіз мүмкін. Кейін бізде мынандай жағдай болады. BIOS-қа кіреміз, ол үшін F2-ні басып тұрамыз. Анау включение басқаннан кейін F2-ні басып тұрамыз. Енді әр ноутбукта әртүрлі болып өзгереді, бірақ стандартты көбінде F2. BIOS-қа кірдік. Қазіргі Acer Nitro 5 ноутбук үшін ол F2-ні басып тұрасың. Енді бізден сұрайды Enter current password. Бұл парольді біз білмейміз, ұмытып қалдық. Любой парольді басып көреміз. Enter өткізбейді. Біз тура солай 3 рет қате жазамыз, білмейміз парольді өткені. Окей. Вот, осы жерден мынандай бірдеңе шығады. Enter incorrect password 3 times. Please press enter to continue. Қате парольді 3 рет жаздық, сол үшін Enter басыңыз жалғастыру үшін. Сосын unlock passwordты жазғыңыз келе ме, немесе шығып компьютерді өшіре салғыңыз келе ме? Бірінші таңдаймыз Enter unlock password. И мына жерде бізге подсказка қалдырып кетеді key деп, мынау сан. Осы санды біле тұра біз не істейміз? Сол көрсетілген санды мұнда енгіземіз. BIOS PV.org деген сайтқа кіріп, не көрдік, соны енгіземіз. 16 103 77 988 и get password. Енді Acer-дің ішіндегі сандар болса, бүйтіп жасайтын боламыз. Не көрдік? Осы санды компьютердің экранына жазамыз. Ол 9 жазып жатыр ма? Мына жақта нампадты түсінбеу мүмкін. Нерін жазайық барлығы. 9 EA түсінемін? 9 EA 769 FEE 53 O4 и S7 Enter. Мінекей, бізде BIOS ашылды. Ары қарай керекті настройкаларыңызды істеп, қайтадан перезагрузка істеңіздер де болады. Осылайша біз құлттан тұрған BIOS-ты шешудің жолын қарастырдық и BIOS-ты ашып алдық. Сіздермен болған Райқыл Саят и Ақылды Код каналы. Каналға тіркеліңіздер, қызықты видеолар көп болады алда.